яғни 5 санына тең болған ықтималдығын табыңдар. Яғни 5-ке тең болатын жағдай қандай жағдайлар? Бұл бізде 1 көбейтілген 5 немесе 5 көбейтілген 1. Яғни екеуінің көбейтіндісін аламыз. 6-дан 1-ді көбейтеміз 6-дан 1-ге. 6-дан 1 дегеніміз 1 мен 5 санның түсуі, 6-дан 1 деген келесі тура 5 пен 1 санның түсу ықтималдығы. Яғни 6-ны 6-ға көбейтеміз 36, 1-ді 1-ге көбейтеміз 1. Яғни 5 санның тең болуының ықтималдығы 36-дан 1-ді құрайды екен. 7-ші есеп. 1 деген 2 рет лақтырылды, ең болмаса 1 рет елтаңба түсуінің ықтималдығын табыңдар. Яғни бізде елтаңба ең болмаса 1 рет түсіп тұр деп қарастырайық. Сонда P тең болады 2-ден 1 көбейтілген 2-ден 1. Бұнда біз мысалға елтаңба сан түсті деп қарастырайық. Қосамыз 2-ден 1 мысалға сан түсуінің ықтималдығын көбейтеміз елтаңба түсуінің ықтималдығына, яғни сан мен елтаңба. Қосамыз, екеуі де елтаңба түсуі мүмкін, яғни 2-ден 1-ді көбейтеміз 2-ден 1-ге. Тең болады. 2-ден 1-ді 2-ден 1-ге көбейтсек 4-тен 1, 4-тен 1-ді 3 рет бір-біріне қоссақ, бізде 4-тен 3 деген алгебралық өрнек пайда болады. Алгебралық өрнегіміздің мәні 4-тен 3-ге тең болады. Бұл бірінші есеп. Келесі екінші есеп қарастырайық. 3 тиын лақтырылды, 2 рет елтаңба түсуінің ықтималдығын қарастырайық. Бұнда бізде берілген 3 тиын, яғни 3 рет қарастыратын боламыз. 2 рет елтаңба түсуін қарастырамыз. P тең болады 2-ден 1, бірінші тиынды көбейтеміз, екінші тиын түсуі мүмкін, үшінші тиын. Олар қалай түсуі мүмкін? Елтаңба сан түсуі мүмкін. Тура осы ретпен мысалға қалай түсуі мүмкін? 2-ден 1 көбейтеміз, 2-ден 1-ге көбейтеміз, 2-ден 1-ге. Бұл мысал бізде елтаңба сан елтаңба болуы мүмкін. Қосамыз, ең ақырғы қарастыратын жағдай өйткені басқа жолы жоқ уже. Мысалға бұнда сан елтаңба түсуі мүмкін. Яғни мәні бізде 8-ден 1-ге тең, 8-ден 1-ді 3 рет бір-біріне қоссақ, мәніміз 8-ден 3-ге тең болады. 3 тиын лақтырылып, 2 рет елтаңба түсуінің ықтималдығы 8-ден 3-ге тең екен. 1-8. Емтиханға 1-ден 25-ге дейін нөмірленген билеттер дайындалған, бір оқушының кездейсоқ таңдап алынған билетінің нөмірі. 1 таңбалы сан, екіншісі 2 таңбалы сан болуының ықтималдығын тап дейді. Бізде жаңағыдай барлық мәндеріміз n тең болады 25-ке, өйткені бізде 25 билет бар. 1 таңбалы сан 1-ден 9-ға дейінгі сандар, яғни бізде барлығы 1 таңбалы сан қанша? 9. Яғни бұның ықтималдығы 25-тен 9-ға тең. Келесі екіншісі бізде өзгермейді, n 25-ке тең, ал 2 таңбалы сандардың саны бізде қаншаға тең? Ол бізде 25-тен 9-ды азайтамыз, бұл бізде 16-ға тең. Яғни бізде 2 таңбалы 16 билет қалады екен. P тең болады 25-тен 16. Яғни 1 таңбалы сан түсуінің ықтималдығы 25-тен 9, 2 таңбалы сан түсуінің ықтималдығы 25-тен 16-ға тең. 2 таңбалы сан таңдап алынды, төмендегі оқиғалардың ықтималдықтарын табыңдар. Алынған сан 0-мен аяқталады, алынған сан 1-де цифрлардан құралған, алынған сан 27-ден артық, 46-дан кем. Алынған сан бүтін санның квадраты болады. Жеке-жеке қарастырайық. Яғни ең бірінші кездейсоқ 2 таңбалы сан. Барлық 2 таңбалы сандардың саны қанша? Бұл бізде 99-дан азайтамыз 10-ды, ең үлкен 2 таңбалы саннан кіші санды. Қосамыз 1-ді. Сонда бізде 90-ға тең болады екен барлық сандардың саны. Алынған сан 0-мен аяқталады. 0-мен аяқталатын бізде барлығы 9 сан бар. Яғни біріншісі P тең болады 90-нан 9. Бұл
10-нан 1-ге тең, яғни 0,1. Келесі екіншісі. Алынған сан бірдей цифрлардан құралған. Бұның да мәні 9-ға тең, өйткені 11, 22, 33, осыдан 99-ға дейін барлығы 9 сан бар. Сонда P тең болады 90-нан 9. Ол бізде қысқартулар арқылы 10-нан 1-ге тең, яғни то же самое 0,10-нан 1-ге тең. Үшінші. P тең болады, алынған сан 27-ден артық 46-дан кем. Яғни бұны бізде алдын ала негізі есептеу керек. М-ді табайық. М тең болады 46-дан азайтамыз 27-ні. И азайтамыз 1-ді. Сонда тең болады 18-ге. Яғни М-нің саны 18-ге тең. Табатын болса 90-нан 18 тең болады. Қысқарады 9-ға, яғни 10-нан 2. Бұл бізде 0,10-нан 2-ге тең. Келесі төртінші ақырғы жағдайды қарастырайық. Алынған сан бүтін санның квадраты болады. Яғни 25, 49, 16, яғни бүкіл квадраттардың санына тең. Бұл бізде санап қарасақ 6-ға тең болады. Яғни P тең болады 90-нан 6 тең болады. Екеуі де 6-ға қысқарады, сонда 15-тен 1. 13 есеп. Төменде берілген оқиғалардың орындалу жиіліктерін табыңдар. Сатып алынған 5 лотерея билеттің 1-еуі 30 билеті болып табылады. Сатып алынған 100 лотереялық билеттің 4-еуі 30 билеті болып табылады. Атылған 20 оқтың 6-ауын санаға тиді. 30 күннің ішінде 12 күн ашық болды дейді. Біріншісінен бастап қарастырайық. Бұнда әрқайсысы жеке есеп ретінде қарастырылған. Бірінші, сатып алынған 5 лотереялық билеттің 1-еуі 30 билеті болып табылады. Яғни N тең болады 5-ге, M тең болады 1-ге. P тең болады 5-тен 1-ге. Келесі екіншісі, сатып алынған 100 лотереялық билеттің 4-еуі 30 билет. Яғни N бізде 100-ге тең. Ал М 30 билетінің саны нешеуге тең? 4-ке тең. Яғни P тең болады 100-ден 4. Қысқарады, сонда 25-тен 1, яғни 0,100-ден 4-ке тең. Үшіншісі. Үшінші есеп, атылған 20 оқтың 6-ауын санаға тиді. Яғни N тең болады 20-ға, нешеу тиіпті? Бізде 6-ау тиген. Яғни P тең болады 20-дан 6. Яғни 10-нан 3, бұл 0,10-нан 3-ке тең. Төртіншісі. 30 күннің ішінде 12 күн ашық болды. Яғни N тең болады 30-ға, M неше күн? 12 күн ашық болған. Сонда P тең болады 30-дан 12, қысқартамыз 5-тен 2. Яғни 0,10-нан 4-ке тең екен. Осымен біздің бүгінгі қарастырған есебіміз өз мәресіне жетті. Сабақ түсінікті болса арнаға тіркеліп қойыңдар. Келесі сабаққа дейін кездескенше.